идите в то место, где разговаривают на казахском. Ассаламу алейкум, қазақ халқы. Осы видеоны тіл жанашырлары, жалпы қазақ, мен қазақпын деп жүрген қазақ халқы, еркектер, болмаса әйелдер, бір отаным, елім, тілім, жерім дейтін адамдар осы видеоны таратып жібереді деген үмітпен жазып отырмын. Өйткені өзім күресіп шаршадым. Шаршасам да мен берілмеймін. Мынау Қарағанды қаласында жүрмін, дүкенде жүріп, дүкеннен барып, дүкенші орыс тәте болып, ол кісіден нан сатып аламын дедім. Нан бар ма десем, на русском, пожалуйста, дейді. Көрдіңіздер ме? Ол менен пожалуйста деп айтқан жоқ. На русском деді. Ол өзінің талап етеді, өзінің тілінде жауап беруіне талап етеді. Түсіндіңіздер ме? Біз содан сөзбен сөз ақырая қырылып, ол кісімен ақыраяғымды бейдеді. Идите в то место, где разговаривают на казахском. Сондай магазинға бар дейді. Бұл қалай? 50 жыл, енді кем дегенде 50 жаста. Болмаса жарайды 40, ең құрғанда 30 жаста болсын, 20 жаста болсын. Қалай ол 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл Қазақстанда тұрып, қазақ тілінде нан деген сөзді білмейді деген, ол өтірік зат. Мен жаным ашып түсіріп отырмын, бұндай контент түсірмейтін. Енді қазір ойлап отырмын, бұлай жанымдағы ортамда жақындарыма, туыстарыма сөйтіп түсіндіріп жүрмін, бірақ енді олай азақ адам әсер етіп жүрмді. Енді осы видео арқылы бүкіл қазақ халқына шыққым келіп отыр да. Ары қарай репост жасаңыздар, продвигать етіңіздер, комментарий жазыңыздар. Мынау тренд қылып жіберіңіздер. Қазақша сөйлеп, қазақша талап етіп жауап беруді. Және қазақша сұрап жүріңіздер. Сіздердің ешкім ештеңелеріңіз кетпейді, сіздер ешкім соттамайды. Сіздердің былайша айтқанда, білмеймін, намысы бар адам, намысы бар ең құрғанда еркек адам солай сөйлеу керек. Мен жаным ашып түсіріп отқан видео бұл. Бұл тек қана дүкенде емес, бүкіл жерде, автобуста болсын, ауруханада болсын, дәріханада болсын, бүкіл жерде солай. Бұл тек қана Қарағандыда емес, бұл Алматыда да, Астанада да, жаңағы Петропавл, Павлодар деген мынау жерлер бар ғой, Степногорск. О жақта жағдай енді мен сіздерге айта алмадым, о жақта енді ішін күйіп өліп бола жаздайсың. Сол енді қазақ халқы осы видеоны таратып жібереді деген ойдан, осы қазақша сөйлеуді, қазақша жауап беруді, қазақша талап етуді трендке айналдырайық. Ассаламу алейкум. Көшеде жүрміз, бірақ таңба біздік емес. Орысша жазулар жұлдызды жасырып кеңес. 70% қақ даусын естірмей тұншықтырды. Қазақ рухы мықты, әр сөзім қылыш кірді. Аралас мектеппен тілден айырар жол. Жүрегім қазақ, тасқа қашылған сол. Халық аралық дейді, бірақ қол бақылау. Біз ағылшынға ұмтылып, бұзып шығамыз ғамалау.